Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Асқар. Бүгін біздер бір нәрсені айтатын болам. Өте маңызды нәрселер. Мен егер өздеріңіз білесіздер, мен алдындағыда айтқандай, видеодағыдай, басқа видеоларда айтқанымдай, мен бір нәрсе, екі нәрсе, үш нәрсе деп бөлетін себебім сіздердің естерінде қалу үшін және оны жаттап алу үшін, естерінде қалу үшін және оны істеу үшін сіздерге өте оңай ретінде түсіндіру үшін ғана өйстіп бөліп айтып жатырмын. Бүгінгі бір нәрсе бар, айтатын нәрсе. Сол нәрсені көп адамдарға жетіспейді кешіріңіздер, қазіргі уақытта сол нәрсе жетіспейді. Сол нәрсе жайлы айтатын боламын. Өте ол маңызды. Егер сіздер мысалы мен сияқты өйстіп видео түсіретін болсаңыздар, немесе жаңағыдай бір видеоблог болғанда, мысалы жалпы айтқан кезде блогер болатын болсаңыздар, комментировать етіп, мысалы оқиғаны, саяхатта жүретін болсаңыздар, жалпы өзіңіздің видеоңызда осылай сөйлейтін болсаңыздар, онда сіздерге жаңағы бір нәрсе дегенім, осы бір нәрсе керек болатын болады. Ендеше кеттік. Сол туралы айтатын боламыз. Достар, бұл бір нәрсе, ол сіздердің, яғни бұл былай айтқанда харизмаңыз, былай айтқанда қалай айтсам екен. Бұл жерде айтатын нәрсе, сіздер сөйлеген кезде ашық, жарқын және адамдарды тыңдата білу керексіздер. Егер көптеген мысалы адамдарды қарап отырам, мен видеоларын, біздің қазақстандық блогерлерде бар, мен өзім байқағаным, соған қарап мен видеоларына қарап осындай нені көзім жетіп отыр. Бірақ олардың түсіргендерін қарасаңыздар, біздер енді мынау Қытай елінде жүрміз, Үндістанда жүрміз, бұл жерде деген ондай сөйлеудің керегі жоқ, олай сөйлеуге болмайды, қажет емес. Ертең конкуренция болады. Қазақстанда сондай видео блогерлер пайда болады, travel, яғни саяхат жасайтын. Сол кезде сен конкуренцияға бере алмай қаласың. Сол үшін де сен сөйлеген, сәлем достар, сіздермен бүгін бірге Асқар, біздер мынау Қытай елінде жүрміз, не деген керемет, мүмкін осылай деп. Мына ел енді, былай айтқанда сіз сөздеріңізді күшейтпелі түрде сөйлеу керексіз, күшейтпелі, эмоцияға толы. Потому что бұл ютубты көруге келген адамдар ол жерден эмоция алғысы келеді, мынандай қуаныш алғысы келеді, немесе жаңағыдай өзінің мұңын басқысы келеді, немесе кейде адамдар өзі мұңды да іздейді. Сол сияқты осындай бір белгілі бір өзіне қажетті эмоцияны сен бере алу керексің. Кейде дауыс көтеріңкі. Байқасаңыздар, орыс тіліндегі блогерлерді қарасаңыздар, немесе ағылшын тіліндегі блогерлерді қарасаңыздар, олардың сөйлеген сөздері, мәнерлері өте мынандай өзгеше және харизма ұрып тұратын жерде ше. Көрген кезде басыңды шайқайсың. Мә, не деген керемет сөйлейді, не деген сөз тапқырлық. Себебі сен көп адамдардың алдына шығып сөйлеп тұрсың. Уақыттың өтуімен ертең Қазақстанда да блогерлер көбейеді, саяхат мәселесінде жаңағыда айналып жүріп, сол елді көрсететін. Сол кезде сен солардың арасынан ерекше, жарқын, дауыс көтеріңкі, смотря қандай видео түсіресің, адамдарға не бергің келеді, соған сәйкес сен видеоны харизма, былай айтқанда дауысын көтеріңкі сөйлеу мүмкінсің. Кейде түсіріп барып, чтобы адамдардың көрермендерге қалай жағады деген сияқты сөзді жеткізу керексіз. Мысалы, көп адамдар айтады, мен камерадан қорқамын, мен камераға келген кезде ұялам, камераны ұстаймын, бітті уже, все, осылай. Тұрған кезде олар, мысалы, камераны ұстайды, все, бітті уже. Ол ұмытып қалады не істеп жатқанын. Лишний қимылдар жасайды, бүйтіп, көзін жұма береді, былайша. Керек емес та ондай жерде. Байқайсыздар ма? Не үшін, мысалы, жасанды қылық деп айтады, мысалы. Актерлар, мысалы, жаман актерлар фильмге түскен кезде ойнай алмайтыны, олар жасанды қылық жасайды. Ал жасанды қылық дегеніміз не ол? Жасанды қылық дегеніміз ол керек емес нәрсені жасау. Мысалы, басын былай шайқай беру, мысалы, былай қорқып, қалтырап, өтірік нәрсені ми уже жұмыс жасамай жатыр да уже. Не істеп жатқанын өзі түсінбейді. Бір нәрсе қимылдау керек па, әйтеуір қимылдау керек. Сол жерде бір жасанды қылықтар жасап, нәтижесінде видеоның көретін көрілімі ұсқынсыз болып кетеді да. Сол үшін де жаңағыдай ешқандай ұялмай, қорықпай, камера тұр осы жерде. Мен қазір не то сөйлейтін болсам камераны, все, өшіріп тастай салам да, қайттан жазам. Осыны сіз өзіңіздің миыңызға түсіндіріңізші, главное. Сосын ми не қылады? Жақсы настроение керек. Тағы да айтатын нәрсе, сізден жақсы видео шығу үшін видео түсірмес бұрын көңіл күйді көтеріп алыңыз. Егер сіздің көңіл күйіңіз төмен болса, онда сізден жаман видеолар шығады. Потому что сенің жүрегің дұрыс соқпайды, қатты соғады, немесе ашуланып тұрсың. Нәтижесінде сенде уже видеоңыз нашар шығып, адамдарға өзіңіздің эмоцияңызды сыйлай алмайсыз. Яғни олар эмоция ала алмайды сіздің видеоңыздан. Сол үшін де сіз спокойно отырыңыз, камераны қойыңыз, уайымдамаңыз, сізді эфирге ешкім шығарып жатқан жоқ. Соны сіз миыңызға түсіндіріңізші. Мен қазір видеоға түсіріп жатырмын.
Қаласам, егер не то сөзім қиып алып тастай саламын, монтаждап. Немесе вообще видеоны басынан бастап түсіремін. Сол айтқандай, видеоны сөйтіп өзіңізге сендірсеңіз, менде де болды, басында сөйлей алмай, бір нәрсе, енді мынау деп адам ана жерде жағылығып, сенің видеоны өшіре салады да кетіп қалады. Мен не үшін осылай сөйлеймін? Мен негізі өмірде басқаша адаммын. Бұлай жұлып жейтін адам сияқты мен өзімді білемін да, жалпы менің қасымдағы адамдар видеода басқашасың дейді, осындай видеода. Ал өмірде басқашасың дейді. Мен өйтіп көп сөйлеп, салдырлап, бірлі деп сөйлейтін адам емеспін негізі. Қасымдағылардың айтуы бойынша. Бірақ именно осындай келген кезде мен образға кіруіме тура келеді. Потому что мен адамдардың алдына шығып сөйлегеннен кейін сіздерге осылай көрсетуім керекпін өзімді. Себебі неше түрлі нәрсені сіздерге жеткізіп жатырмын. Сіздер көріп жатсыздар, сіздер жасайсыздар. Ал енді қысқаша айтатын болсам сіздерге, сіздер главный басты нәрсе, ешқашанда ұялмаңыздар, қорықпаңыздар, камераны өшіретініңізді біліңіздер, немесе монтаждап құртып алып тастайтыныңызды біліңіздер, бір емес бірнеше рет түсіріп көріңіздер. Сол кезде сізден мынандай әдемі видео шығады. Егер бірде-бір видео түсіретін болсаңыздар, оны жарқын сөйлеп, немесе жаңағыдай бір видеоларға озвучка жасайтын болсаңыз, о жерде де асықпай, әдемілеп, сөйлеп үйреніңіз. Қайта-қайта үйреніңіз. Себебі бұл сразу келе қоймайды, оны біз білуіміз керек. Сол бір нәрсе дегенім, ол міне, сіз камерадан қорықпай, жақсы адамдарға қажетті сөзді сөйлеп, яғни сондай дауыспен, сондай қимылдармен, сондай нәрсемен сіз видеоңызды жеткізе алуыңыз. Содан кейін сіздің видеоңыз өте әдемі болады, ары қарай профиліңіз арта түседі. Содан кейін сіздің просмотрларыңыз көбейіп, нәтижесінде айтқандай ақша көп табатын боласыздар. Себебі айтатын нәрсем бұның бәрі ақша үшін. Егер біреулер ақша үшін емес, мен қызығамын, анау-мынау дейтін болсаңыздар, онда қазіргі біздің заманда біздің уақытта деп айтайыншы, өте қиын қазір. Себебі жақсы көретін нәрсемен айналысуға болады, әрине, бірақ мүмкіндік болып жатса, әрине, ол өте күшті нәрсе. Ал сіздер көбінесе осылай еңбекті, осындай енді адам жаман көретін нәрсе емес, бірақ жақсы көретін нәрсеге айналдырыңыздар осы YouTube, өйткені одан ақша түседі. Сөйтіп сіздің өзіңіздің жақсы көретін нәрсеңізді ақшаға айналдыратын боласыздар. Енді менің айтқым келетін нәрсе, YouTube-та курс шығады, алдағы уақытта тегін бәрі, компьютермен түсіретін боламын, барлығын көрсетемін. Алдағы видеоларды кімде-кім YouTube-тан курс іздеп жатқан болса, егер біреуден сатып аламын, анау-мынау деп жатқан болса, мен оларға ешнәрсе айта алмаймын. Бірақ сізден барлық нәтижені кешіріңіздер, монетизацияны қалай қосу керектігі жайлы көрсетіп қойдым. Видео мына жерде тұратын болады. Осы видеоға қарап сіздер жұмыстарыңызды жүргізсеңіздер болады. Міне көргендеріңізде мен осылай тез-тез сөйлеудің арасында бір дубльмен түсіріп отырмын. Себебі кейбір адамдар оны өшірет қосады, монтаждайды. Мен аламын тек бас жағын қырқам, аяқ жағын қырқам, потому что камера басамын ғой, былайша деп басатын жерін ғана қырқам. Кейде оны да қырқпаймын. Бір дубльмен түсірдім мына видеоны. Все, болды. Осындай дәрежеге жету керексіздер, потому что сізде уақыт өткені аз болады, қаншама көптеген контенттер жасау керексіздер. Ал сіздер мынандай бір видеоны аптасына бір рет или аптасына 2 рет шығаратын болсаңыздар, онда мен білмеймін, онда сіз қашан дамисыз. Күніге 2 күннен 1 деген осындай видеолар шығып тұру керек. Сіздермен бірге болған Асқар, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар, көріскенше күн жақсы болсын. YouTube-тан ақша табуға асығыңыздар.